Қыстың шілдесі, жел ысқырып тұр. Күн райы -30-ды көрсетіп тұр. Қар қалың, із жоқ. Айнала тып-тыныш, адам жоқтың қасы, ымырт болып қалған кез. Осындай күннің суығына қарамастан, адыр мен шанасына 4 жасар баласын салып алып, анадайдан кейуана ақсаңдап келе жатыр. Беттері қызарып, домбығып кеткен, аяқтары ісіп кетіпті. Аяғына тек қана мәсі киген. Жолынан кездесе кеткен көліктің тоқтағанын көрген кейуана есінен танып қалды. Оны біз көлігімізге баласымен бірге салып алдық. Қасымда Серік болатын. Көлігім де тайғақтан әрең дегенде жүріп келеді. Мен болсам Серікке қарап, «Қарашы, мына кейуана есін жиғалы жатыр ма?» деп көліктің рөлінде отырмын. «Жоқ, қолдары да істемей қалған сияқты ғой Аязға», деді Серік оның қолдарын ысқылап жатып. Мен басымды шайқап, «Мына түрімен баланы қалай алып келе жатыр?» деп таңғалдым. Серік баланы алдын алып алған. Оның қалпағын шешпекші болып, «Мынау бала от боп тұр ғой», деді. Мен болсам көлігімді барынша тезірек айдауға тырысқан сайын, жолдың тайғағына көлік тайып жатыр. Көлігімді барынша тезірек айдауға тырысқан сайын, жолдың тайғағына көлік тайып жатыр. Ішімнен, «Я Алла, мына бейкүнә бала мен оның анасы үшін көмектесе көр, жолымды аша көр» деп келемін. 5 шақырым тайғақ жолдан өтіп, қаланың жолына түстік. Ол кезде жұмыс барысымен ауылдың шетіне барып қайтып келе жатқан жайымыз еді. Қала ішінде қар тазаланған, жол ашық, онша тайғақ емес. Мен аздап жылдамдықты қосып ауруханаға да келдік. Көліктен түсе сала жүгіріп барып дәрігерлерді шақырдым. Дәрігерлер зеңгілмен келіп, әлгі кейуана мен баланы ішке кіргізді. Серік, «Үйіме асығып тұрмын, жеткізіп тасташы» деп сұрады. Мен әлгі екеуіне алаңдап кеткім келмей тұрмын. Алайда мені де үйде жұбайым мен балаларым күтіп отыр. Серікті үйіне жеткізіп салдым да, мен де үйге қайттым. Ұлым мен қызым әке деп алдымнан шыға кетті. Оларды құшақтап, беттерінен сүйдім де үстелге жайғасып отырдым. Жұбайым да үстелге ыстық тамағы мен шайын тосып, «Қымбаттым, ал ыстықтай тамақтан. Тоңып қалған шығарсың. Дала болса аяз» деді. «Иә, менің халім ештеңе емес қой. Әлгі кейуанаға не болды екен?» деп болған жағдайды жұбайыма айтып бердім. Ол да алаңдап, «Жарайды қымбаттым. Ертең ол кісіге қолдың тамағын пісіріп, ауруханаға апарып беріп, қалын сұрап қайтайық» деді. Мен жұбайымның шекесінен сүйіп, алғысымды білдірдім. Тамақтанып болған соң балалармен біраз ойнап, оларды ұйықтатып, өзімізде жуынып жатып қалдық. Таңертең ерте тұрып, асығыс түрде шақыртумен тағы да жұмысқа шықпақшы болдым. Жұбайым болса, «Сен жұмысқа бара бер, түскі уақытта аздап демалыс болғанда үйге келерсің. Мен оған дейін ас даярлап қоямын. Әлгі апайға барып қайтамыз» деді. «Иә, жарайды, кешікпей келуге тырысамын» дегенмен киініп шығып кеттім. Сол күні жұмыста қарбалас болып кетті. Ары шапқылап, бер шапқылап, қанша ерте баруға тырыссам да, түс қайта әрең босадым. Жұмыстан қолым қалт еткені сол еді. Жұбайыма қоңырау шалып, дайын тұр деп қойдым. Ол болса тамағын істеп, түстен бері мені күтіп отырғанын айтты. Мен көлігімді жүргізбекші болып отырдым. Көлігім жүрмейді. Оны шұқылап, тағы да жарты сағат бойы тұрып қалдым. Міне, көлігімде жүрді-ау. Үйге 10 минут ішінде кептелісте тұрмай жетіп алдым. Жұбайым сыртта мені күтіп тұр екен. Оны көлігіме отырғызып алып, кешегі кейуананы әкелген ауруханаға жол тарттық. Балалар балабақшада еді. Олардың да шығатын уақыты жақындап қалыпты. Жұбайым балабақшаға хабарласып, кештеу баратынымызды ескертіп қойды. Кешке таман әдетте кептелісте тұрып қалатынмын. Бұл жолы жол ашық болды. Жұбайым екеуміз ертерек жететін болдық деп қуанып келеміз. Жұбайым жолдан жеміс ала салайық деп өтінді. Жолдың шетіне келіп тоқтап, дүкеннен жұбайым керекті жеміс жидекті алып шықты. Оны да әлгі кейуананың баласы жесін деген ой ғой сондағы. Әрі қарай 5 минут ішінде ауруханаға жетіп қалдық. Ауруханаға кіріп, мейірбекеден кеше келген кейуананың палатасын сұрап едім. Олар жарты сағат бұрын шығып кетті деді. Біз үлгермедік. Қайда кетті екен, баласы не болды деп сұрап үлгердім.
Мейірбике асығыс түрде баласы біршама жақсарды, қайда кеткенін білмейді екенмін деп жауап берді. Қап, үлгермедік қой. Ал Кейуана ше, ол кісінің жағдайы нашар еді ғой. Қалайша тез шығып кетті екен деп уайымдап қалдым. Жұбайым, мүмкін оларды іздеп көрсек қайтеді деді. Сол-ақ екен, көлікке екеуміз отырып алып, қаланы шарлап шықтық. Ауылға қарай кететін автобустың бәрін көрдік. Алайда қала үлкен ғой, таппадық. Көкейімде неше түрлі сұрақтар қалып қоя берді. Міне, сол кезден бері 20 жыл өте шықты. 20 жыл ішінде менің жұмыста мәртебем көтерілді. Қазір жағдайымда жақсарды. Аллаға шүкіршілік етемін. Енді менің алға қойған бір мақсатым бар. Ол қарттар үйін ашу болатын. Жұбайым мен балаларым да мені қолдап, рухани күш беріп келеді. Ұлым болса өсіп қалған, маған көмектесіп жүр. Үлкен ұлым екеуміздің түпкі мақсатымыз бар. Ұлым да ақ жаулықты аналарымыз бен ақ сақалды аталарымызға көмектескісі келеді. Екеулеп жүріп қарттар үйінің іргетасында көтергізіп, көп ұзамай аңсаған арманымызға да жеттік. Алғашқыда бұл жерге ешкім ата-анасын тастап кетпес деп ойласам қателесіппін. Небір білектері қарулы ер азаматтарымыз да қарттар үйіне өз ата-анасын тапсырып кетті. Мұны көріп, қалайша жүрегің ауырмайды. Ауқатты ер азаматтар да әкеп жатыр. Заман не болып барады? Әр демалыс сайын қарттар үйіне барып, қарияларымыздың әл қуатын сұрап тұрамын. Олардың барлық жағдайының жасалғанын өз көзімен көріп кетемін. Бүгінде демалыс күні еді. Жұбайым екеуміз әдеттегідей қарттар үйіне барып, жағдайларын сұрап қайтпақшы болдық. Қарияларымыз да мені күтіп отыр екен. Бара сала жұбайым екеумізге алғыстарын айтып, ақ батасын беруде. Жұбайым ақ жаулықты аналарымызға барып, жағдайларын сұрауға кетті. Ал мен қариялардың қасында отырмын. Маған қоңырау шалып, жұмыста келеңсіз орын алды деген соң, демалыс болғанына қарамай, сол жаққа асықтым. Көлігіме отырып алып, жолда жұбайыма жұмысқа кетіп қалғанымды айтып қойдым. Жұмысқа бардым. Барлық келеңсіздіктерді қалпына келтіремін дегенше кеште болып кетіпті. Үйге қайтқалы тұрғанда Серік қоңырау шалып, ауруханаға әйелін жатқызып қойғанын айтты. Мен ойланбастан Серікке ауруханаға кіріп шықтым. Әйелі сырқаттанып қалған екен. Оның жағдайын көріп, Серікке аз болса да ақша тастап үйге қайттым. Үйдегілер тамақтанбай мені күтіп отыр екен. Жуынып, дастарханға отыра кеттім. Бәріміз де өз жаңалығымызбен бөлістік. Алайда жұбайым айтқан жаңалықтан кейін мен байыз таппадым. Қарттар үйіне жаңадан келген бір апамыздың жағдайы қиын екен. Ол ауырып, тамақ та ішпей, адамдармен де сөйлеспей, теріс қараған күйі отырып алады. Жұбайым онымен тіл табысып көргісі келген. Алайда ол кісі жақ ашпапты. Мен түнімен дөңбекшіп, әлгі кісіні ойлап шықтым. Жұбайым да оны сезген болса керек. Қымбаттым, ертең ол кісімен психолог сөйлесіп көрер мүмкін, деді. Алайда ол кісіге тек өз бала шағасы ғана көмектесетінін ішім сезген еді. Ертесіне азан мен ерте тұрып, ол кісіні өз көзіммен көргенше асықтым. Неге екені белгісіз, оның жанын түсінгім келіп тұрды. Жұбайым да менімен бірге баратынын айтып, көлікке мінді. Қарттар үйіне кіргенде әуелі өзіме жақын тұтып кеткен қария бар. Оған емес, тікелей кешегі айтқан кісіге жөнелдім. Ол кісінің бөлмесіне жақындаған сайын жүрегім аузыма тығылып барады. Қобалжып, өз-өзімнен маңдайымнан тер шығып кетті. Есікті ашып қалдым. Дәл терезенің алдында ол да маған бұрылып қарай қалды. Көзімнен шыққан ыстық сағыныш жасыма білмедім, ырши түсті. Жұбайым маған қарап, қымбаттым, сенде бәрі дұрыс па? Деп сұрап жатыр. Менің алқымым қысылып, самай шашы ағарған, әжімдерінен көзі ғана қалған Кейуананың алдына басымды иіп отыра кеттім. Осыншама жылдар өтіпті ғой. Адам мен адам кездесетініне көзім жетті, деген Кейуана тіл қатты да шашымнан сипап басымды көтерді. Иә, бұл Кейуана 20 жыл бұрын қақыған суыққа қарамай, ауырған баласын шанамен сүйреп, балам аман қалсын деп жан ұшырып,
Қайырып сынған аяғына қарамай, баласын дәрігерге алып келе жатқан ана. Айнымай таныдым. Оның алдында басыңды имеске болмас сірә. Өмір-ай, не деген қатал едің. Ананың көңілі балада, баланың көңілі далада деген құбырасы екен-ау. Жұбайым да қуанып кетті де оны құшақтап алды. Ешкімге жақ ашпаған Кейуана осы жолы біздің алдымызда бар сырын бүкпесіз айтып берді. Жағдай былай орын алған екен. Кейуана есін жиғанда ауруханаға жеткенін түсініп, балам, ұлымның халі қалай, деген көзін аша сала. Жатыңыз, сізге қазір тұруға болмайды, деген мейірбике оны жатқызуға әлек. Ал Кейуана ұлының амандығын өз көзімен көрмейінше, жаны жай таппай мейірбике шығысымен ақ орнынан ұрланып, таяғына сүйеніп, ұлын іздей бастайды. Әр палатаның есігін ашып жүріп, іздеп, әйтеуір ұлының палатасына да келіп, жатқан ұлын құшақтап, мейірлене иіскейді. Ұлы да, апау, сіз келдіңіз бе? Сіздің аяғыңызға не болған? Неге таяқ сүйеп алғансыз? Біз қайдамыз? Деп сұрақтың астына алып, анасының қолынан тастай ұстап дірдектеп тұр. Анасы оны барынша жұбатуға тырысып, ұлым, қорықпа, менің аяғыма дәнеңе де болған жоқ. Біз ауруханаға келдік. Сенің ыстығың қатты көтеріліп кетті. Үйде дәрі-дәрмек жоқ болғандықтан мен сені осында алып келдім, деген анасы ұлының басынан сипады. Ұлының дәрігерден қорқатын тағы бар. Апау, бұл жерден кетсеңізші ертерек. Менің бұл жерде қалғым келмейді. Үйге барсақ жазылып кетемін. Сіздің де аяғыңыз жазылып кетеді. Мен сізге көмектесемін. Тілазар болмаймын. Өтініш, тезірек кетейікші бұл жерден. Мен қорқамын, деп анасын құшақтады. Ұлының үрейленген жанарын көрген ана оған қайтамыз деп уәде беріп қойды. Осы кезде дәрігер де кіріп келді. Сіздің бұл не істегеніңіз? Сізге мүлдем қимылдауға болмайды. Жатыңыз орныңызға, деді. Анасы баласының бетінен сүйіп, ұлы оны жібермей жылап тұрғанда палатаға күйеуі де кіріп келді. Түрі өрт сөндіргендей, қайғылы. Әйеліне ертелік жинал, қайтамыз үйге, деді. Әйелі жинала бастады. Ал дәрігер күйеуіне шығуға болмайтынын айтты. Алайда күйеуінің анасы дәл сол күні көз жұмған екен. Кетпеске шарасы жоқ екенін түсіндіріп, өтініш айтып, ауруханадан шығып кеткен екен. Дәрігер қатаң ескерту жасап, өздерімен бірге дәрі-дәрмегін салып жібереді. Үйіне қайтқан Кейуана енесінің қазасында ауырған, орнына келмеген аяғына қарамай, келіндік міндетін атқарады. Енесінің 7-сін 40-ын өткізгенше аяғынан жүре алмай қиналады. Алайда қазақ әйелдерінің 40 жаны бар емес пе? Шықпа жаным, шықпа деп дәрігерге көрінуге де уақыты болмайды. Ұлы дәрі-дәрмектерін ішіп, аттай шауып кеткен. Өзі күйеуіне айтуға бата алмай, өз бетінше ем домалады. Ауылдағы сынықшыға барып, қисық біткен аяғын салдырмақшы болған. Алайда ол сынықшы қисықты қайта орнына келтіремін деп аяғын құртып алады. Күйеуі қойшылықта жүретін, үнемі кеш келеді. Оның шаршаған кезінде өз жағдайын айтып, мазасын алғысы келмейді. Көп ұзамай күйеуі де анасының артынан жүріп кетті. Суық дегеннен өкпесі қабынып кетіпті. Кейуана жалғыз ұлын жесір болса да өз жеткіземін деп, ауырған аяғына қарамай жұмыс іздей бастайды. Таяғына сүйенген Кейуананы әуелі ешкімде жұмысқа алғысы келмейді. Біраз уақыт жұмыссыз, қалтасындағы соңғы тиын тебенді алып, дүкеннен нан алып келді. Оны өзі жемей, ұлына ғана сақтап отырды. Оның бұл халінен хабардар болған көршісі аяп, өз үйінің бала күтушісі етіп алады. Қуанғаннан жылап жіберген Кейуана өз ұлын көршінің баласымен қатар алып қарап жүреді. Алғашқы 3 жылын осы көршінің үйінде бала күтушісі болып өткізеді. Ұлы да мектеп табалдырығын аттайтын жасқа жетті. Енді мойнына артылған жүк ауырлай түскенін сезген ана тағы да жұмыс қарастырды. Бір жерде еден жуушы болып қабылданды. Әрине жалақысы аз болатын. Онымен тоқталып қалмай, кешкісін қосымша табыс табамын деп нан пістіріп сатады. Түн ұйқысы қанбаған ана ұлын бір иіскеп, сүйсе,
шаршауын ұмытып та кететін. Ұлына әкесінің жоқтығын білдірмейін деген ол бетінен қақпай, өзі киінбей, тойып тамақтанбай, күстенген қолдары мен ауырған аяғымен күні-түні тыным таппай еңбектеніп, ұлын жетілдіріп өсірді. Ұлы өсе келе анасынан ұялатын болып шықты. Анасының қарапайым еден жуушы екендігін достарынан жасырып келеді. Кейде анасына ауыр сөздер айтып, жүрегін жаралайтын да болған. Ана ұлының өзінен ұялатынын естіген соң басқа жұмыс қарастырмақшы болды. Осылай ол 15 жасар ұлының жолдас баласының үйіне аспазшы болып жұмысқа тұрды. Кешкісін ұлына: «Ұлым, мен жаңа жұмыс таптым. Енді сен менен ұялмайтын боласың», деді. Ұлы болса: «Мені қызықтырмайды, тек менің достарымның алдында ұятқа қалдырма», деп орнынан тұрып кетті. «Тамағыңды ішіп алмадың ба, Ғабит?» деп айтып та үлгермеді. Ұлы сыртқа шығып кетті. Анасы ұлынан қалған асты жеп мызғып кетті. Оянса ұлы әлі жоқ, кеш болып кеткен. Түнгі 10-ға жақын үйіне келді. «Балам-ау, осыншама уақыт қайда жүрсің? Уайымдап біттім ғой», деп сұрайды ана. «Ой, келдім ғой», деп жауап қайрат та ұлы бөлмесіне кіріп кетеді. Ертесіне анасы жұмысына барды. Туылған күні болатын. Туылған күн иесі ұлының досы еді. Оған ұлы да келуі керек. Кешке дейін барлық тағамды дайындаған ана кешкісін қонақтардың алдына тағамдарды ұсынды. Осы кезде ұлы Ғабит та келіп қалды. Анасы: «Ұлым, сен бұл үйде не істеп жүрсің?» деп сұрады. Ұлы достарының көзінше сұрап тұрғанда ұялғаннан жерге кіріп кете жаздады. «Бұл сенің анаң беді? Сенің анаң мектепте директор деген едің ғой», деген үй егесінің ұлы күледі. Ғабит ашуланып шығып кетті. Анасы артынан барайын десе, жұмыс уақыты бітпеген болатын. Жұмыс уақыты біткен соң ғана үйіне келді де: «Ұлым, сен мені директор болып жұмыс істейді дегенсің бе? Неге олай айтқансың?» «Иә, оны неге сұрап тұрсыз? Бірақ неге достарыңа өтірік айттың? Мен сені осылай тәрбиеледім бе? Енді не деуім керек? Менің сыныбымда бәрі де байдың балалары. Мен сіздің қарапайым жұмысшы екеніңізді қалай айтамын? Мен арланамын», дейді ұлы. Анасы жылап қала берді. Осы оқиғадан кейін анасына суық қарайды. Үйленіп үйлі жайлы болғанда ол әдетін қояр деп үміттенген еді анасы. Алайда үйленгенде жағдайы тіпті шиеленісіп кетті. Келін келте киініп, едесіне сәлемде салмай жүрді. Оны көрсе де ұлы үшін үндемей жүре берді. Үйінің бар тірлігін таяғына сүйеніп алып, анасы өзі жасайды. Аяғы ауыр келінін көріп қатты қуанды. Аяғы ауыр бола тұра, келіні темекі шегіп, сыра ішіп жүргенін көргенде, енесі болашақ немересінің қамы үшін бір ауыз сөз айтпақшы болды. «Қызым, бұл ішіңдегі ұрпағың үшін зиян ғой. Бұл бәлені тасташы айналайын», деген. Келіні: «Ой, ақыл айтпай жөніңе жүрсеңші», деп жауап қайырды. «Қызым, мен тек сен үшін, сәбиім үшін де алаңдаймын», деп жатқанда ұлы да келіп қалды. «Жан, мынаған айтшы, мені жайыма қалдырсын», деп қиылады. Ұлы Ғабит онсыз да қарт анасын жақтыра бермейтін. Оның әр айтқан ақылынан мезі болған. «Тағы да ма? Менің әйелімде не шаруаң бар? Жақсылықты түсінбейді екенсің өзің. Олай болса бар кет. Сенің құрмылжың сөздеріңді естігім де келмейді. Мені онсыз да мектеп кезімнен ұятқа қалдырып келесің. Үйленіп, әйелімнің арқасында жағдайымды түзеп алдым ба деген кезде тағы да сенің кесіріңнен барымнан айырылғым келмейді. Кететін жеріңе кет. Ақыры тыныш отыра алмайды екенсің ғой. Жүр ендеше», деп жетектеп алып, көлігіне отырғызып, осы қарттар үйіне әкеліп тастапты. Міне, ұлының сыйқы осы болыпты. Мен бұл сөздерді естіп, жүрегім ауырып кетті. Қалайша түн ұйқысын 4 бөлген ананы өз үйінен қуып шығуға болады? Қалайша ақ сүтінде ақтап үлгермей жатып, анаға ауыр сөздер айтуға болады? Бұл сөздерді естіген жұбайымыз екеуміз бір нәрсені ғана түсіндік. Менің анам ерте қайтыс болған. Ал жұбайым балалар үйінде өскен. Екеуміз де кішкентай кезімізден ананың аялы алақанын аңсап өскенбіз. Ендеше біз бір-бірімізге қарап,
екеуміз де көзімізбен түсіністік те кейуананың алдына тізерлеп отыра кеттік. Анашым, сіз бұдан бұлай мені ұлым деп атаңызшы, мен сіздің ұлыңыз, ал жұбайым келініңіз болсыншы, бізбен бірге жүріңізші деп жалына кеттім. Жұбайым да, иә, өтініш деп құптай кетті. Кейуана ұзақ жылап біздің басымыздан сипап, бақытты болыңдар, жандарым, сендердей ұлым мен келінім болғанына қуанамын деп батасын берді. Ал мен өзімнің дәл қазір анам болған кісіні көтеріп алып, қуанып кеттім. Анамызды осылай үйге алып келдік. Оны біраз уақыт бойы ыстық тамақ пен жылы киіммен киіндіріп, бойына әл қуат жинаттық. Сосын оның аяғын үйге дәрігер шақыртып, емдеуге кірістім. Білікті дәрігер ұзақ уақыт бойы аяғына массаж жасап, қалпына келтірді. Анамның көзі ашылып, жаны кіріп қалды. Мұңы мен сырын жұбайым айтады. Жұбайым да өз анасындай қарап, риза болып жүр. Тек кейде бізге көрсетпей жылап алады. Онысы өз ұлын уайымдап, оның қамын ойлағаны еді.